ақшаны жинаудың бір-ақ нәрсесі бар, сенің шығындарынан сенің табысың көп болу керек, болды. Сен табысынан сен шығындар көп болса, демек сен қарызға кіре бересің. Қарызға кірген сайын сен өзің болашағынан айырыла бастайсың. Ол нақты бір несі бар. Дәлелденген формула. Сондықтан табысың аз ба, ешқандай шығын істеме. Негізі адамның жеке банкроттығын көбісі еліктеуден туады. Анау бірдеңке алыпты, мынау бірдеңке алыпты. Өзіңізге мықты болып, өзіңіздің белгілі бір ұстанымыңыз болса, ешкімнің сөзін тыңдамаңызшы. Ешкімнің сөзін тыңдамау. Нақты өзің бір күшіңді білу. Нақты мен осынша таба аламын. Оның ішінде осынша шынымен де шығындар, капиталды шығындар деген болады. Одан артығын тамағың бар. Бәрібір белгілі бір белок жейсің, углевод дейді, ет ішінде бәрі, оның бәрін корзинасын жасап қойдың дейік, жүрің бар, бәрін реттеп қойдың. Бірақ сен табысың одан артық болса, сен белгілі бір ақша жинауға шанс алдың. Сондықтан көп өзіңіздің ішкі ұстанымыңызбен, принципімен өмір сүргенде сізде қаржылық мәселелерде бәрі жақсы болады. Өзіңіз немес сізге біреу сырттан таңып, мынаны ал, мынаны істе деп немен өмір сүрсеңіз, сіз өмір бойы осы қаржылық проблемадан құтыла алмайсыз. Мына тойға мен бармаймын. Мен өзім менде жазылған жылына бір рет тойға барамын мысалы. Ол бірақ мынау той емес деген сияқты өзің бір қырсықтау бір адам болып кетсеңіз, сізде сол жұрттың бәрі қарыз сұрап жүргенде сіз қарыз сұрап жүрмейсіз. Өйткені өзің кішкене тық болған, бірақ оны ешкімге бермеңіз ақшаңызды. Ақшаны ешкімге бермеңіз жалпы.